Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай да шұжықтан айырмашылығы жоқ үй жағдайында холодестің жасалу жолын ұсынатын боламын. Сиырдың басынан жасайтын боламыз. Жақсылап жуып алып, қажетсіз жерлерін алып тастаймыз да, осы сиырдың 1,5 бөлігінен ғана пісіретін боламыз. Қаласаңыздар, сирақ қосуға да болады. Мұздай суымызға жуып тазаланған басымыздың барлығын салып қайнататын боламыз. Суы аз болып қалмасын, молдау болсын. Құйып болғаннан кейін қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Яғни батып тұратындай болу керек. Қайнап бастады деген кезде осындай көбігін аламыз, және де осы суда 5 минут қайнатып аламын. Байқасаңыздар, өте қап-қара көбіктер шығады. 5 минут қайнағаннан кейін сүзіп алып, суын төгіп тастайтын боламын. Яғни қап-қара болған суды төгіп тастаймын. Екінші, жаңа суға қайнататын боламыз. Ыдысымызды жуып алып, бастарымызды да жуып аламыз. Қайтадан салқын су құйып, осы суда баппен қайнататын боламыз. Басты да бір салқын сумен жуып алдым. Тағы да үстіне су құйып, қақпағын жауып қайнағанын күтетін боламыз. Мінекей достар, біздің суымыз қайнап жатыр. Осындай көбіктері шығады, оны алып тастаймыз. Екінші суы мөлдір болып шығады, яғни бірінші суға қарағанда. Енді осы кезде 4 ас қасықтай тұзымды салып жіберемін. Одан кейін қайнау барысында дәміне қарай қосатын боламын. Мінекей баяу отта 4 сағат көлемде қайнады. 4 сағаттан кейін мен пиязымды және қара бұрыш лавр жапырақтарын қосып, тағы да 1-2 сағаттай қайнатамын. Мен негізі өте ұзақ қайнатамын, 7-8 сағат көлемде. Сол кезде біздің жаңа басымыздың еті үлбіреп тұрып пісетін болады. Суында қарасаңыздар, мөлдір таза, баяу отта жақсы жаңа қайнайтын болады. Енді осы суымызды сүзіп аламыз бөлек ыдысқа. Осы маған жеткілікті. Енді басымызды сүзіп аламыз. Байқасаңыздар, елжіреп үгітіліп піскен, мінекей сүйектерінен ажыратылып жатыр. Енді осы басымызды піскен кішкене суытып аламыз. Содан кейін барып блендерден өткіземіз, немесе мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Ет тартқыштан осындай сүйектерін байқап отырып, блендерімізге салып, сарымсақпен бірге жаңа қара бұрышымызды соңында қосамыз. Тек қана сарымсақпенен осы етімізді блендерден өткізіп аламыз. Егер қою болып жатырса, осыған аздап сорпа қосып жіберсеңіздер де болады. Сол кезде жақсы езілетін болады блендерді. Дайындап алған сорпамызға осы жаңа блендерден өткізген етімізді қосамыз. Барлығын осы реттілікті сақтай отырып, жаңағы блендерден өткізіп, осы ыдысымызға шетінен сала беретін боламыз. Өте дәмді болып шығады бұл рецепт бойынша. Жасалуы ұзақ болғанменен, бірақ та дәмді, тойымды, ешқандай да шұжықтан айырмашылығы болмайды. Сондықтан бір рет болса да жасап көруге кеңес беремін. Сарымсақтарымызды салып жібереміз. Турап салсаңыздар да болады сарымсағымызды. Аздап мінекей сорпа құйып жатырмын. Блендерімізден өткізіп, барлығын осы ыдысымызға шетінен сала беретін боламыз.
Сорпа құйсаңыздар, осындай сұйықтығы болып тез араласатын болады. Езіліп. Жақсылап араластырып, барлығын осылай өткізіп аламыз. Бұл жерде енді татымына қарай тұзымыз бен қара бұрышымызды қосамыз. Өте қатты ыстық болмау керек, себебі біз баклажкаға құятын боламыз. Сондықтан өте ыстық болса, аздап суытып барып қойғандарыңыз абзал. Яғни ыстық осындай холодесімізді баклажкаға құйсақ, баклажкамыздан улы заттар бөлінеді. Сондықтан өте қатты ыстық қылмай, орташа қол күймейтін деңгейге жеткізіп, осындай баклажкаларымызға құйып алатын боламыз. Достар, егер менің рецептім ұнап жатырған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінеке осылай құйып аламыз. Барлығына осылай құйып шығамыз. Баклажкадан артылып қалғанын мен осындай табағыма құйып алатын боламын. Салқын жерге қатқанша шығарып қоятын боламыз. Қақпағын жабамыз. Салқын жерге шығарып, қатқанын күтетін боламыз. Достар, мінеке біздің холодесіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шығады. Табақтағы бөлігін біз уже жеп қойдық, яғни бірден бітіп қалды. Енді сізге осы баклажканы көрсететін боламын. Қарасаңыздар, шұжықтан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Енді осы баклажкамызды кесіп көрсетейін. Кесілуі де өте оңай. Қайшымен шетін кесіп алып тастасаңыздар да болады, немесе осылай пышақпен бір бөліп аласыздар да тарта қойсаңыздар оңай алынатын болады. Неге көріп тұрғандарыңыздай оңай шешіледі. Достар, егер менің видеом ұнап жатырған болса, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер холодесті қалай жасайсыздар, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар, міндетті түрде сіздің рецепт бойынша да жасап көремін. Мінеке біз шешіп алдық, енді пышағымызбен турап тұтына беруге болады. Өте дәмді болып шыққан. Біз бір табақ холодесті уже жеп қойдық. Мінеке тек сіздерге қалған бөліктерін көрсетіп жатырмын. Тығыз, ешқандай да шұжықтан айырмашылығы жоқ. Пеште піскен нанмен тұтынатын болсаңыздар, өте тойымды әрі пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Замира.